Қайырлы күн, киносүйер қауым, біз бүгін Бахар телесериалының кезекті бөліміне келіп жеттік. Енді барлығы Бахарды Тимурдың келіншегі екенін біледі және Азиздің анасы екенін біледі. Келесі күні Бахар, Азиз және Тимур үшеуі жұмысқа бірге кіреді. Сол кезде алдарынан Дорук атып шығады және қайта кешірім сұрайды. Мен көк көзді қызға ғашық едім деп өзі жыламсырап сөйтіп жүреді. Өзі осы кинодағы бір прикол актерлардың бірі, сондай керемет. Дорук шашы бұйра, шашты бала. Одан кейін Реха дәрігер жиналыс жасайды. Жиналыста айтады, осы біздің больницамызға журналистер келеді, бізден көптеген монтажда видеолар жасайды. Сондықтан барлығын бақылап, үнемі жан-жақтарыңа қарап жүріңдер, сырт көзге жаман нәрсе жасап қоймаңдар дейді. Одан кейін Серен мен Азиз екеуі ұрысып қалады. Угур өзі жырп етіп, Угур өзі айтады, сені енең жақсы көреді дейін десем деп өзі бастайды. Сол кезде Серен мен кім екеуі, Азиз екеуі ұрысып, сен неге айтпайсың, адамдар сонда маған айтсаң не болатын еді, мен оны біреуге жаятын бедім, анау мынау деп біраз екеуі ұрысып қалады. Одан кейін Реха дәрігер видеоға түседі. Реха дәрігер шашын бояған, оны барлық дәрігерлер күліп біртүрлі болып қалады. Және осы Реха дәрігер бірінші дәрігерлердің алдында тұрады, одан кейін басқа дәрігерлер артында тұрып видеоға түскісі келеді. Сол кезде журналистердің бастықтары айтады, бұл больницада барлығы жасанды, біздің түсіретінімізді біледі, сондықтан барлығын жасанды сөйлейді, жасанды әрекет жасайды. Сондықтан біз барлығын оларға білдірмей түсірейік, білдірмей сырттан бақылап түсіріп бөлек жүреміз деп келіседі. Бахар бір нәрсе сезгендей Тимурдың Тимурдың иығы ауырып жүреді. Сол кезде Тимур телефонын кімге, Бахарға ұстатады. Сол кезде Бахар Тимурдың телефонының бетіне бір код бір нәрсені көріп қояды. Сол кодты көргеннен кейін осы Бахар Тимурдың бөлмесіне кіріп, бүкілін ақтарып, барлық мекен жай, тіпті оның барлығын көріп біліп, қай жерде қандай екенін барлығын біліп қояды. Одан кейін және бұл рентгенге қай кезде гүл бергенін, рентген екеуі бірге қыдырғанын, қай қонақ үйге тоқтағанын, қай жерде кездескенін, қандай сыйлық бергенін, осылардың барлығын Бахар көріп, тіпті жылап та алады. Одан кейін журналистер бәрін бақылап, тексеріп жүреді. Одан кейін Бахар мен рентген, одан кейін Тимур мен рентген екеуі, Тимур рентгенге өзі барады, хирург бөліміне. Сол жері қараңғылау болады. Сол жерде Тимур мен рентген екеуі шамалы жабысып, енді құшақтасып өтіп тұрмайды, бірақ шамалы өте жақын қарым-қатынаста тұрған сияқты сөйлесіп тұрады. Соны осы видеоға түсіріп, сырттан оны көрмейді екеуі де, бірақ сырттан видеоға түсіріп алады. Екеуі түсіріп алады да оны осы Тимур дәрігерге және Әбрен дәрігерге жібереді, яғни әдемі шықса салатындай қылып. Одан кейін Әбрен мен Тимур дәрігер екеуі сөйлеседі. Тимур айтады, видеоны өшір дейді. Ал Әбрен дәрігер болса, не үшін мен Бахарға еш нәрсе көрсетпеймін дейді. Сонда да өшіріп таста дейді. Одан кейін парламент жігіт екеуі кездесіп, жігіт емес, ол Парла, Ұмай және бір Инстаграмға салып жүрген бір жігіт бар ғой, сурет. Осы екеуінің суретін үнемі Инстаграмға салып отыратын. Осы Парла мен осы жігіт екеуі сөйлесіп, жылап, Парла барлығын айтады, осындай деп. Сол кезде жаңағы жігіт оған қолдау білдіріп, оны құшақтап, бетінен ұстап атқанын көріп қояды. Ұмай оған жынданып үйіне келеді. Одан кейін Тимур мен Бахар екеуі журналистерге сұхбат береді. Реха дәрігер осы журналистерге айтқан болатын, яғни біздің больницамызда осындай ерлі-зайыптылар бірге жұмыс жасайды деп. Осыған қызығушылық танытқан журналистер екеуінен сұхбат алады. Сол кезде айтады журналистер, Тимур осы уақытқа дейін осы больницада жұмыс жасапты, ал сіз осы уақытқа дейін үйде болдыңыз, үй шаруашылығымен айналыстың және осы жұмысқа кіргеніңізге небәрі 1-2 ай ғана болыпты. Сіз не үшін енді қайтып оралдыңыз, өкінбейсіз бе деген сияқты сұрақтар қояды. Бахар айтады, өмір енді осындай таңғажайыптарға толы, мен арманымнан бас тартпаймын және алға қарай жүремін дейді. Және сіз не үшін бұндай шешімге келдіңіз, не үшін баяғыда осы жұмыспен айналыспадыңыз дейді Бахарға. Сол кезде Бахар айтады, мен қайнатам ауру болды, қатерлі ісікпен ауырды. Сондықтан мен ол кісіге қарадым, үйде бір өзін тастаған дейма, жертва дейді ғой, енді қазіргі тілмен айтқанда. Мен өзімді жертва рөліне кіргіздім. Мен арқылы басқалар
алға қарай шықты, алға қарай ұмтылды дейді. Сол кезде Тимур айтады, иә, мен Бахарға көп рахмет айтам, егер Бахар болмаса мен осындай дәрежелі дәрігер болмас едім дейді. Сұхбат аяқталады, барлығы өз бөлмелеріне кетеді. Бағана Ұмай Парлаларды көріп ашуланып кетіп қалған. Парла өзінің үйіне келеді. Сол кезде үйін есігін кірген кезде есікті қатты жабады. Сол кезде әжесі айғайлайды Ұмайға, Ұмай, сен неге есікті қатты жаптың, дұрыстап жаппайсың ба деп. Сол кезде Ұмай да оған әжесінен сөз қайтарады. Сол кезде әжесі айтады, саған осындай тәрбие берген шешең, сенің анаң дұрыстап тәрбие бермеген. Қалай тәрбие берген деп айғайлап жатқан кезде Ұмай айтады, сен де балаңа дұрыстап тәрбие бермегенсің дейді. Сол кезде сен не үлкен адамға қалай сөйлеп тұрсың, неге олай болып тұр деп кімге? Ұмайға айғайлай бастайды. Ой, оңбаған, ұятсыз деген сияқты, тәрбиесіз деген сияқты көптеген сөздер айта бастайды. Соған жынданған Ұмай ашуланып әжесіне барлығын айтады. Әже, менің әкем, яғни анама опасыздық жасап жүр деп жылай бастайды. Сол кезде анасы, яғни әжесі біртүрлі болып, не деп тұрсың, неге олай деп тұрсың деп Тимурға жындана бастайды. Сол кезде Ұмай барлығын айтады, әжесіне барлығын түсіндіріп айтады. Және Тимур анасымен бірге кездеседі. Анасы қайта звондап Тимур шақырып алады. Анасы айтады, сен не ұялмайсың ба, біраз не үшін олай жасадың, Бахар енді естімесін, Бахар естісе барлығы бітеді, мынау деген сияқты біраз нәрсе айтады. Сол кезде осы Ұмаймен кім де келеді, бірге отырып ақылдасады. Тимур айтады, кешірім сұраймын, мен сендердің де және Бахардың да алдарында ұяттымын, енді ондай нәрсе қайталанбайды, мен сендерге жақсы әке де Бахарға жақсы күйеу де болған емеспін, сондықтан қайтадан жақсы әке, жақсы күйеу болуға тырысамын дейді. Сол кезде әжесі айтады, енді көріп тұрсыңдар, әкелерің сендерден кешірім сұрап жатыр, өзінің ісін мойындап жатыр. Енді аналарыңды ғана ойла, аналарың ауырады, оны естісе одан сайын күйзеліп кетуі мүмкін, сондықтан оған ешнәрсе айтпаймыз дейді. Барлығымыз бірге кешкі ас дайындап Бахарды күтіп алып жақсы кеш ұйымдастырайық дейді. Барлығы сол кезде сөйлесіп отырған кезде Бахар кіреді. Бахар, сендер не істеп отырсыңдар дейді. Сол кезде балалары, біз жас кезіміздегі нәрселерді есімізге алып отырмыз дейді. Барлығы бірге дастархан басына отырады. Сол кезде Тимур айтады, Бахар, біздің сүйікті әніміздің аты қандай еді дейді. Бахар, мен білмеймін, ұмытып қалдым дейді. Сол кезде балалары Азиз айтады, біз барлығымыз, кім айтады, Ұмай айтады, біз барлығымыз бір жерге қыдырып барып едік, сол жер өте керемет болған сәт, керемет болып еді дейді. Бахар айтады, иә, Азиз Ораз сол кезде жоғалып кеткен жоқ па дейді. Азиз Ораз айтады, мен табылдым ба енді дейді. Сосын Тимур оған күліп, табылмасаң осы жерде отырасың ба сен деп. Барлығы бірге күшті бақытты отбасы болып тамақ ішеді, бірақ Бахар жылағысы келіп іштей қиналып отырады. Барлығы бірге тамақ жеді, бірге саяхаттаған уақыттарын, бірге көңілді кештерін барлығын естеріне түсіріп отырады. Дәл сол уақытта Парла, анасы Ренген және Жаз үшеуі бірге дүкенге барып көптеген азық-түлік алып келген, ойындар ойнап келген. Ал Жаз болса, мен сендерге суши дайындап беремін дейді. Бірге үшеуі кешкі ас дайындап, күліп, осы ойындарды шығарады. Сол кезде Парла айтады, анашым, осы кеш өте керемет өтіп жатыр, мен саған рахмет айтамын, осындай кеш ұйымдастырып бергеніңе дейді. Ренген айтады, рахмет, саған да рахмет, барлығы сен үшін ғой дейді. Осындай күндер өте көп болсыншы деп Ренгенге анасына айтады. Одан кейін таң атады. Таң атып тұрғанда Бахар өзі алыстан табиғатқа қарап тұрады. Сол кезде артынан Тимур келеді, оны құшақтағысы келіп, ерніне сүйгісі келеді, бірақ Бахар қайта алшақтай береді. Сол кезде Бахар айтады, біз екеуміздің арамыз қай кезде ақсақтап кеткенін білесің бе дейді. Сол кезде Тимур айтады, білмеймін қай кез дейді. Ал Бахар болса, сен Америкаға кеткен кез, мен ол кезде Ұмайға аяғым ауыр тұғын, сен келдің, одан кейін бұл үйден де менің қасымнан да мүлде жоқ болып кеттің дейді. Ол кез, яғни Ренгенмен бірге жатқан түн еді. Ал сол кезде Ренген де Парлаға аяғы ауыр тұғын. Бахар айтады, бүгін кешке екеуміз күшті кеш ұйымдастырайық, от жағып, ал балалар әжесімен бірге басқа бір жаққа кетсін, бірге барсын дейді. Ал Тимур болса оған қуанады, о керемет, жақсы болды ғой, ендеше екеуміз ғана бір күшті кеш ұйымдастырайық дейді. Содан кейін осымен фильм, бүгінгі серия аяқталады. Келесі фильм өте қызық болады деп ойлаймын, өйткені Бахар барлығын біледі, және Бахардың білетін Ренген мен Тимур да білетін болады, құдай қаласа ертең. Егер де менің баяндаған фильмім сіздерге ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.